Өңірімізде жыл басынан бері 4174 литр алкоголь өнімінің заңсыз айналымы анықталды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге көп. Сол сияқты 2,5 миллион данадан аса темекі және 38 тонна мұнай өнімдерінің заңсыз сатылымы әшкереленген. Қосымша салықтан жалтарғысы келгендер кәсіпкерлерге жарияланған мораторийді сылтау ете отырып, осындай заңсыздыққа барған. Енді бұл әрекеттеріне тосқауыл қойылмақ. Аймақта акцизделетін өнімдердің заңсыз айналымын анықтау және жолын кесу бойынша қандай шаралар атқарылып жатыр, бұл туралы облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің өкілдері журналистерге арналған баспасөз маслихатында айтты. Мамандардың айтуынша мұндай жымысқы әрекет мемлекетке және заңға бағынатын бизнес субъектілеріне айтарлықтай зиян келтіреді. Сонымен тұтынушының денсаулығына да қауіп төндіруі мүмкін. Брифингте акциз салығының ерекшелігі, қойылатын талап пен тәртіп түсіндірілді. Основной, я думаю, на сегодняшний день интересующий вопрос всех. Бүгінгі таңдағы маңызды мәселенің бірі және көп шағым түсетіні акцизделетін өнімдердің заңсыз айналымы. Енді кіші және шағын бизнеске қатысты заңға өзгертулер енгізілді. Егер адам заң бұзушылық жайлы өзінің нақты дәлелдерімен келетін болса, онда шағын кәсіпкерлікке тексеріс жүргізуге мүмкіндік бар.